әйгілі ақын, айтыс өнерінің майталманы. Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Қарақыстақ елді мекенінде 1815 жылы дүниеге келіп, сол ата мекенінен 1898 жылы топырақ бұйырған. Сүйінбай айтыс өнерлігінен басқа эпикалық жырлардың асқан шебері болған. Елдік мұратты көксеп, бастарын бәйгеге тіккен, өтеген сұраншы Қабанбай батырлар туралы көшпелі жырлар шығарған. Әйгілі Жамбыл ақынның өзі «Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлейін Сүйінбай» деп оны өзіне ұстаз тұтқан әйгілі кісі болған. Тайқазанның макеті. Тайқазан Түркістанның Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі 6 ғасырлық тарихы бар қасиетті алып қазан. Бұл қазан әйгілі қолбасшы Әмір Темірдің тапсырмасымен 1399 жылы 25 маусымда Қарнақ елді мекенінде құйылған. Қос шанағынан күйі төгіліп, домбыра ұлттың бітім болмысын, тарихын, ерлік шежіресін жазып қалмасын, ақын жырауларымыздың жан серігі ретінде дәуірден дәуірге жалғасып келеді. Аталған саз аспабы Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінде мақтанышпен айтылады. Өйткені Сүйінбай Аронұлы қазақ айтыс өнеріндегі бітімі бөлек тұлға. Демек Сүйінбай ақынның сан айтысында қазақтың қара домбырасы серік болып, серпіліп, алға шығуына дем берген деп айтуға болады. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырза әлі жариялағандай, музыкалық аспаптар бүгінде музейіміздің сәнін кіргізіп, салтанатын асырып тұр. Сүйінбай атамыздың айтыс өнеріндегі ең таңдаулы дүниесі қазақ-қырғыз достығын жырлап, бүгінге қалпын бұзбай жеткен Сүйінбай мен Қатағанның айтысы екендігі анық. Сол айтыста Сүйінбай ақын домбыраны серік етсе, Қатаған қырғыздың ұлттық аспабы қомызды қолына алды. Сондықтан сол күндердің белгісі ретінде Сүйінбай Аронұлының әдеби ескерткіш музейінде қырғыз халқының шертпелі музыкалық аспабы 1996 жылы Сүйінбай Аронұлының музейіне сақталған. Бірінші және үшінші ішектерінің дыбыс үндестігі әдетте ұқсас. Ортаңғы ішек онан кварта немесе квинта жоғары бұралады. 9-10 ғасырдың жәдігері саналатын мұраның өлшемі 120-25 см. Жәдігер айтарлықтай зақымданбаған. Қылыш қарудың бір түрі. Қазақта қылышты атқа мінгенде жеңіл семсер ретінде қолданады. Қазақтар қылышты 5 қаруға кіргізген. Бұл қылыштың ұзындығы 90-95 см, ал ені 3,5 см. Қазіргі таңда 20 ғасырда әскери тұрғыда қылышты қолданады. Сәукеле ұзатылған қыз киетін аса қымбат, бағалы, кәделі әрі әсем бас киім. Сәукеле 2-3 қарыстай биік, ол дөңгелек төбе жағына қарай жіңішкеле береді. Сәукеленің өн бойы қымбат маталармен қапталып, оның сыртына алтын, күміс, інжу, маржан, меруерт, лағыл сияқты асыл тастардан жасалған моншақтар тағылады. Түрлі түсті қымбат жіптермен безендіріліп тігіледі. Сәукелені өте шебер әйелдер тігеді. Ұзатылған қыздың дәрежесі осы сәукелесіне қарап бағаланады. Әрине, мұндай бағалы бас киімді байлар мен өте ауқатты адамдардың қыздары киеді. Бұл балбалтас Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылынан табылған 7-6 ғасырларға тиесілі сақ дәуірінен қалған. Балбалтас ежелгі түрік дәуіріндегі жиі кездесетін адам бейнесіндегі ескерткіш. Қазақ даласының барлық аймақтарында кездеседі. Балбалтас көне түркі сөзі. Балбал сөзі бал-бал, яғни соғу, қағу, ұру дегенді білдіреді. Сүйінбай Аронұлы жақсы болса ағайын, ел баққанның тұқымы көптің көңілін аулайды, дау баққанның тұқымы болмашы істі даулайды, туысқанды жат көріп, жаудан жаман қармайды. Үмбет әлі, қалың қазақ ел едім, Сүйінбай деген мен едім, орман өлді деген соң көңіл айта кебедім, көңілімді демденіп хан ордасын басыпсың, атаңды сенің өлтірген бұғы елін асыпсың, қыз қатынын тұтқын ғып тау суындай тасыпсың, үмбет әлі шарғынның бұғы бопты ермегі, мүліктерін шауып елдегі кәсіп болған сендерге, орман атаң өлгелі байталының құны деп 80 жылға алыпсың. Дұрыс па еді сол жері, бір кезетте хан орман, бұқара елім сенсің деп қойдай айдап қырғызды алдына сап жебеді.
бай болсаң қадірлісің ағайынға, жоқ болсаң жолатпайды маңайыңа. Жігіттер терін төгіп мал жинағын, мал опа тіршілігіңе талайыңа. Малды қара жігіттер, малды қара, одан басқа біздерде жоқ қой шара. Қыс түскенде ішірге ас таппайсың, боларсың сол кезде азамат қас масқара. Жұмыққа. Атың емес жұмылғай ойың жұмық, бір басыңнан шығады нелер қылық. Сүйінбайдың аты бар өлеңі жоқ, жүргендей боп кеттім ау көзді жұмып. Сүйінбайды апарып көмгеннен соң, отырарсың жотада жалғызылып. Өмірді келген кеткен аңдамайсың, адамның болашағын болжамайсың. Асыл сөздің білмейсің қасиетін, жаман ойға келгенде талғамайсың. Ұлан қызы Айғаным, 6-шы асынып оқушысы. Сүйінбай Аронұлы, бақсыға, елеміз, киініпсің әлеміш, бақсылықты қойсаңшы, сенсізде болар бір мәнс. Қолың толған салдырмақ не тыңдырмақ, сиқырлы адам болғансып, айтасың аят болдырлап.